Ішкі істер министрлігі елордада қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша жүйелі жұмысты жалғастыруда. Астана қаласы полициясының жедел іс-шараларының нәтижесінде еліміздің әртүрлі өңірлерінен қылмыстық байып кету мақсатында келген бірнеше қылмыстық топтың әрекет тоқтатылды. Маусым айының басында ұйымдасқан қылмыспен қарсы күрес басқармасының қызметкерлері бопсалау және алаяқтық әрекеттерге қатысы бар 3 ұйымдасқан топтың мүшелерін ұстады. Олар елорда аумағында заңсыз әрекеттерді жүзеге асыруға тырысқаны анықталды. Бір эпизодта күдіктілер азаматтарды қару қолданамыз деп қорқытып, 10 миллион теңгеге дейін ақша бопсалаған. Тағы бір жағдайда қаладағы базарлардың бірінде кәсіпкерлерден жүйелі түрде ақша бопсалау арқылы олардың қызметіне көлеңкелі бақылау орнатпақ болған. Тергеу шаралары барысында травматикалық және суық қару, оқ-дәрілер, сондай-ақ қылмыстық схемаларда қолданылған болуы мүмкін микроқаржы ұйымдарының құжаттары тәркіленді. Барлық күдіктілер қамауға алынды. Тергеу амалдары жүргізілуде. Ішкі істер министрлігі азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қылмыстық ахуалды бақылауда ұстау заң және тәртіп тұжырымдамасы аясында басты назарда екенін атап өтеді.